Бәріне сәлем. Бүгін біз 6-шы сыныпты бастаймыз. Жалпы 6-шы сыныпты үлкен 4 бөлімге бөліп қарастырамыз. Бүгінгі сабақта бірінші бөлімді толық аяқтайтын боламыз. Жалпы бірінші бөлімде бүгінгі сабақта не айтатынымызды, қандай тақырыптар өтетінімізді бір қарап шығайық. Бүгінгі бізде сабақта өтілетін ең бірінші тақырып бұл эргономика дегеніміз не? Жалпы эргономика ғылым саласы туралы айтатын боламыз. Одан кейін компьютердің даму тарихы, ең алғашқы компьютерлер қандай болды, ең бірінші компьютерді кім ойлап тапты деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Одан кейін компьютердің негізгі құрылғылары, компьютер қалай жұмыс жасайды. Компьютердің негізгі құрылғыларының бірі бізде жүйелік блок екенін білеміз. Сол жүйелік блоктың ішін ашып қарайтын болсақ, оның ішіндегі жесткий дисктің, процессордың, видеокартаның әрқайсының қызметін жеке-жеке бөліп айтып беретін боламын. Одан кейін операциялық жүйе дегеніміз не, оның негізгі қызметі қандай. Қазіргі кездегі ең танымал операциялық жүйелердің бірі бұл Windows екенін білеміз. Сол Windows компьютерге не үшін керек, не үшін орнатылады, соның негізгі қызметін бәрін айтатын боламыз. Соңғы тақырып бізде сымсыз желі дегеніміз не, олардың түрлері. Жалпы осындай тақырыптар бүгінгі сабақта айтылатын болады. Эргономика дегеніміз не? Жалпы эргономика ғылым саласы адамның жұмыс орнының жайлы әрі қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді. Енді қазіргі кезде көптеген адамдар, әсіресе программисттер, компьютердің алдында ұзақ жұмыс жасайды. Кемінде бір 4-5 сағат жұмыс жасайтыны белгілі. Осындай уақыт компьютердің алдында жұмыс жасағаннан кейін, бұл жұмыс орны адамға барынша жайлы және қауіпсіз болуы керек. Жалпы осыған байланысты эргономика ғылымның мамандары жиһаз өндіретін мамандармен бірге отырып, әртүрлі үстел орындықтар жасап шығарып жатыр. Адамға осы компьютермен жұмыс жасаған кезде жұмыс орны барынша жайлы болу үшін. Сондай-ақ осы ғылым саласының мамандары айтады, жалпы адам компьютерге отырған кезінде оның көз бен монитордың ара қашықтығы кемінде емес, жалпы 60-70 сантиметрді құрауы керек дейді. Сондай-ақ мынау көздің биіктігі монитордың биіктігімен бірдей немесе кішкене жоғары тұруы керек екен. Жалпы тағы да айтатын нәрсе бұл табиғи жарық, яғни терезеден түсетін жарық компьютерге сол жағынан түсуі керек. Неге? Өйткені сол кезде монитордың бөлінетін жарығы мен терезеден түсетін табиғи жарық бір-бірімен шағыспайды екен. Байқайсыздар ма, көбінесе информатика кабинеттерінде, мектептерде осы табиғи жарық компьютерге сондықтан да сол жағынан түсіп тұрады екен. Жалпы эргономика ғылым саласы немен айналысатыны сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тақырып бізде компьютердің даму тарихы. Жалпы адамдар дамыған сайын оларда сауда-саттық, одан кейін құрылыс деген әртүрлі салалар дами берді. Осы сауда-саттық, құрылыс дамыған сайын адамдарға бір есептей алатын бір құрал керек болған. Мысалы, қазіргі біздің заманымызда калькулятор сияқты оларға бір есептегіш құрал керек болған. Сөйтіп әртүрлі адамдар әртүрлі варианттарда осындай құралдарды жасап шығара бастаған. Мынау ең алғашқы ежелгі замандағы есептегіш құралдар. Міне сондықтан да компьютер сөзі, жалпы компьютердегі ойлап табудағы ең алғашқы мақсат бұл есептегіш бір құрал ойлап табу еді ғой. Сондықтан да оның ең алғашқы мағынасы осы есептеу, есептегіш деген сөзбен 1897 жылы Оксфорд сөздігіне енген екен. Мынау суреттен сіздер программалық басқару мүмкіндігі бар ең алғашқы компьютерді көре аласыздар. Яғни бұл қазіргі замандағы біздің компьютерлерге ұқсайтын осы компьютер болып саналады. Бұны Чарльз Бэббидж деген адам 1837 жылы ойлап тапты. Міне сондықтан да Чарльз Бэббидж деген адамды біз компьютердің атасы деп айтамыз. Өйткені ол мынау қазіргі замандағы компьютерлерге ұқсастығы ең жоғары компьютерді, сол ежелгі замандағы компьютерді ойлап тапқан. Сондықтан біз оны компьютердің атасы деп айтамыз. Ал осы Бэббидждің компьютеріне программаны жазған адам ол бізде Ада Лавлейс деген кісі болатын. Сондықтан да осы Ада Лавлейс деген адамды біз ең бірінші, ең алғашқы программалаушы деп айтады екенбіз. Келесі бізде компьютердің даму тарихы. Жалпы компьютердің даму тарихын біз үлкен 4 буынға бөліп қарастырамыз. Ең бірінші буын ол 1946-1954 жылдар аралығын алады. Бұл кездегі компьютерлердің салмағы 30 тоннаны құраған.
яғни бірнеше бөлмелерде бір компьютер ғана тұратын болған. Яғни бұл компьютерді 18 мыңдық электрондық лампадан тұрған. Яғни ойлаңыздар, бір штук электрондық лампа мынандай болса, осындайдың 18 мың штугі болған. Жалпы электрондық лампалар өте тез қызады және күйіп кететін болған. Егер бір штук лампа күйіп кететін болса, онда компьютер жұмыс жасамай қалатын болған. Ал оны жөндеу ұзақ уақыт алған екен. Себебі біріншіден 18 мың электрондық лампаның қайсысы күйгенін бірден табу қиын. Екіншіден, электрондық лампаны ауыстырған кезінде бұл компьютерлер өте үлкен, ауыр болғандықтан оны қозғап қимылдату да қиын болған. Яғни бірінші компьютерлердің минустары көп болған. Яғни содан кейін олар 1 секундта 5000 операцияны ғана орындай алатын болған. Бұл бірінші буындағы компьютерлер. Енді келесі екінші буындағы компьютерлер, бұлар 1955-1964 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кездегі компьютерлерде үлкен плюс ол электрондық лампалар транзисторларға ауысты. Енді бұл кездегі транзисторлар электрондық лампаларға қарағанда бірнеше есе тез жұмыс жасайды, және олар сияқты күйіп кете бермейді, қызып кете бермейді. Содан кейін бір транзистор ол 40 электрондық лампаның қызметін атқарған. Міне осыған байланысты да компьютерлердің салмағы да, көлемі де бірнеше есеге кішірейген, және бағасы да соған қатысты арзандаған, және жұмыстың өнімділігі 10 есеге өскен екен. Одан кейін үшінші буындағы компьютерлер, олар 1965-1974 жылдар аралығын қамтиды. Бұл кездегі компьютерлерде көлемі тағы да бірнеше есеге кішірейді, және бұл компьютерлер операциялық жүйемен жұмыс жасайтын болған. Операциялық жүйеге, мысалы қазіргі кездегі Windows операциялық жүйесі сияқты, бұлардың да өзінің белгілі бір операциялық жүйесі болған. Және бұл компьютерлер бір уақытта бірнеше программамен жұмыс жасай алатындай мүмкіншілігі болған екен. Одан кейін төртінші буындағы компьютерлер, бұлар 1975 жылдан бастап қазіргі біздің заманымыздағы компьютерлердің барлығын алады. Жалпы қазіргі кезде біз компьютер деп, мынау суретте көріп тұрған нәрсені ғана айтпаймыз. Компьютер деген ол біздің қолымыздағы телефон, планшет, ноутбук, телевизор, смарт-часы, осының барлығы қазір бізде компьютер болып есептеледі екен. Келесі тақырып бізде компьютердің негізгі құрылғылары. Жалпы компьютердің негізгі құрылғылары төртеу. Олар жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Егер осылардың біреуі болмаса, біз компьютермен жұмыс жасай алмаймыз. Енді соның ішінде жүйелік блоктың ішін ашып қарайтын болсақ, біз оның қандай құрылғылардан тұратынын көре аламыз. Соның ішінде ең бірінші процессордан бастайық. Жалпы процессор біз компьютердің миы деп айта аламыз. Кез келген ақпарат өңделмес бұрын бірінші процессорға келіп түседі екен. Мынау биолог ғалымдардың зерттеуі бойынша адам кез келген іс-әрекетті, іс-қимылда жасамас бұрын бірінші миға сигнал жібереді екен. Мысалы, мен қолымды ашып жұмғым келетін болса, ең бірінші миға сигнал жіберемін. Содан кейін барып мен қолымды ашып жұма алады екенмін. Енді түсінгендеріңіздей, кез келген дерек өңделмес бұрын бірінші осы процессорға келеді. Процессоры біз компьютердің миы деп айтсақ болады. Жалпы процессорға деректер жедел жад арқылы келеді екен. Енді келесі сол жедел жадты қарастырайық. Жедел жад бұл бағанағыдай процессормен тікелей байланысты. Жалпы сіздер компьютерді қосып отырған кезінде байқасаңыздар, бірнеше программамен бір уақытта жұмыс жасай аласыздар. Мысалы, Word программасын ашып қойып, реферат жазып отыра аласыздар. Дәл сол уақытта Google Chrome'да ашып қойып, сол жақтан рефератқа мәліметтер іздеп отыра аласыздар. Міне осы бізде жедел жадтың көмегімен жасалады. Яғни деректер компьютер өшіп қалам дегенше уақытша сақталады. Яғни осы кезде барлық деректер осы бізде жедел жадта сақталып тұрады. Егер компьютер өшіп қалатын болса, онда жедел жадтағы мәліметтер де өшіп қалады. Яғни, мысалы, Google Chrome'мен жұмыс жасап отырсыз, компьютер бір мезетте өшіп қалды, Google Chrome'ыңыз жойылып кетеді ғой. Міне сондықтан осы жедел жадпен жұмыс жасап отыр екенсіз. Келесі бізде қатқыл диск, жесткий диск деп айтады. Жалпы бұның міндеті деректерді ұзақ уақытқа сақтау. Яғни, бұл бір флешка немесе дискі сияқты ішіне деректер, мәліметтер сақталып тұрады. Бірақ бұны сіз жүйелік блокқа орнатасыз.
соның ішінде бір флешка сияқты болып тұрады. Деректерді ұзақ уақытқа сақтау үшін қолданылады. Одан кейін келесісі бізде бейне адаптер. Бейне адаптер деген негізгі қызметі мынау сіздердегі монитордағы кескіннің, яғни суреттердің, тексттардың анық болып шығуына осы бізде бейне адаптер жауап береді. Егер бейне адаптеріңіз жақсы болатын болса, онда мынау суреттердің де барлық монитордағы жалпы графиканың качествосы жақсарады. Келесіде бізде дыбыстық адаптер. Бұл дыбыстық адаптер арқылы компьютерге дыбысты енгізуге әрі тыңдауға болады. Қарапайым нәрсе. Келесі желілік адаптерда бұл да сондай қарапайым ғана нәрсе. Компьютерді басқа компьютерлер мен желі немесе интернет желісі арқылы байланыстыратын құрылғы. Одан кейін бізде қоректендіру блогы, блок питания дейді. Жалпы қоректендіру блогы мынау компьютерді тоққа қосқан кезде 220 вольт кернеу береді ғой. Соны алады да 220 вольтты ішіндегі процессор, бейне адаптер деген сияқты құрылғыларға өздеріне керек вольтқа бөліп беріп отырады. Мысалы, біреуіне 5 вольт, біреуіне 12 вольт деген сияқты әрқайсына бөліп беріп отыратын құрылғы. Келесі бізде аналог тақша, материнская плата дейді. Бұл материнская платаға барлық осы жүйелік блоктың ішіндегі құрылғыларды жиналады. Мысалы, процессор, жедел-жад деген барлығы осы жаққа келіп құрастырылады. Компьютердің ішкі құрылғыларын бір-біріне байланыстыратын шиналар орналасқан тақша деп айтады. Бізде келесі тақырып бұл операциялық жүйе туралы болады. Жалпы қазіргі кездегі ең танымал операциялық жүйелер бұлар Windows және Apple компаниясының өндіретін Mac OS X және Linux деген осындай 3 түрлі операциялық жүйені бар екенін білеміз. Бұл операциялық жүйені біз белгілі бір программа ретінде қарастыра аламыз. Бұл программа сіз компьютерді сатып алам дегенше оның ішінде орнатылып тұрады. Бұл программасыз сіз компьютермен мүлде жұмыс жасай алмайсыз. Жалпы мына компьютеріңіздегі жүйелік блоктың ішіндегі процессор, жедел-жад барлығын құрап, бір жүйелік блоктың бәрін ішіндегілерін құрап болғаннан кейін компьютер бірден жұмыс жасап кетпейді. Олардың барлығын бір-бірімен байланыстыратын ортақ бір жаңағыдай программа керек. Жүйеге келтіретін программа керек. Осы жүйеге келтіретін программаны біз операциялық жүйе деп айтады екенбіз. Интерфейс дегеніміз не? Кез келген операциялық жүйенің өзіндік бір интерфейсі болады. Жалпы интерфейс арқылы сіз компьютерді басқарасыз. Мысалы, мына Windows операциялық жүйесінде тілді ауыстыру үшін сізге интерфейс керек. Тіл деген батырманы басасыз, содан кейін ауыстыра бересіз. Болмаса компьютерді өшіру үшін сізге тағы интерфейс керек. Пускты басасыз, компьютерді өшіресіз. Жалпы интерфейс деген ол компьютерді басқару үшін керек. Мына мониторды ашқан кезде сіз бірінші компьютердің интерфейсін көресіз. Әр операциялық жүйенің өзіндік бір интерфейсі бар. Бірінші суретте Windows операциялық жүйенің интерфейсі, екіншісінде Mac OS X-тікі, үшіншісінде Linux-тікі. Үшеуі кішкене барлығында өзгешеліктер бар, әрқайсысы әртүрлі жасалынған, бірақ негізі жасалынатын қызметтері, функциялары бәрінде бірдей. Жалпы интерфейс деген не екені түсінікті болды деп ойлаймын. Интерфейстің екі түрі бар, командалық, терезелік деп екіге бөлінеді. Біздің барлығымыздың қолданатыны бұл терезелік интерфейс. Жалпы терезелік деген түсінікті деп ойлаймын. Командалық деген кезінде сізде суреттер, иконкалар еш нәрсе болмайды. Барлығы тек сөз ретінде, жалпы код ретінде кетеді. Сіз сол компьютерді осындай бір командалар арқылы ғана командаларды жазу арқылы ғана жұмыс жасай алатын болғандықтан бұны екіншісін командалық интерфейс деп айтады. Негізінде бұны көп қолданбайды, екінші мына терезелік түрін көп адамдар қолданады. Соңғы тақырып сымсыз желі дегеніміз не? Жалпы сымсыз желі бұл адамдардың тұрмыс тіршілігін бірнеше есе жеңілдеткен заманның ең үздік технологиялардың бірі. Мысалы, біз қазір кез келген жерде жүріп, телефон арқылы бір-бірімізбен сөйлесе аламыз. Бұл сымсыз желінің көмегімен болады. Болмаса интернетке кез келген жерде жүріп қосыла аламыз. Сымсыз желінің көмегімен. Сондай-ақ қазіргі кезде жаңағыдай AirPods сияқты әртүрлі сымсыз наушниктің түрлері шыққан. Сол наушниктерде мысалы сымсыз желі арқылы біз музыканы сымсыз тыңдай береміз. Жалпы сымсыз желі дегеніміз бұл сымсыз желі арқылы компьютер, ноутбук, смартфон, әртүрлі тағы да құрылғылар бір-бірімен
ақпарат тасымалдай алады екен. Жалпы сымсыз желінің 3 түрі бар. Олар WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth деп айтады. WiMAX деген бұл теориялық тұрғыдан 60 км аумақты сымсыз байланыспен қамтиды деп келеді. Бірақ шын мәніне келгенде тек 10 км аумақты ғана сымсыз байланыспен қамти алады. Жылдамдығы 20 мегабайт секунд. Одан кейін Wi-Fi бұл 100 метр деп келеді, бірақ шын мәніне келгенде тек 10 метр аумақты ғана қамти алады. Одан кейін Bluetooth бұл 10 метр деп келеді, бірақ енді точно қанша метр аумақты сымсыз байланыспен қамти алатынын білмеймін. Жалпы аттары әртүрлі, дистанциялары әртүрлі, бірақ атқаратын қызметтері барлығынікі бірдей. Барлығы да тек ақпаратты, деректерді тасымалдау үшін қолданылатын сымсыз желінің түрлері. Мысалы, Bluetooth арқылы ақпарат қалай тасымалданатыны түсінікті. Сіз Bluetooth-ды аласыз да наушникпен бірге қосып қоясыз. Сөйтіп, наушник арқылы, осы наушник пен телефон арасында сіз сымсыз желі арқылы ақпараттар, деректерді тасымалдап, музыканы тыңдап жүре бересіз. Яғни сіздің музыкаңыз бұл жерде бір дерек болып тұр, қандай да бір, сол деректі осы сымсыз желі арқылы тасымалдап жатырсыз. Екінші, мынау Wi-Fi. Жалпы сіздерге айта кететін нәрсе, Wi-Fi мен интернет екеуі екі түрлі нәрсе екенін айтқым келеді. Осыдан 10 жыл бұрын адамдар интернетке қосылуы үшін үйлеріне кабель тартқызып, сол кабельді компьютерге жалғайтын еді. Сөйтіп интернетке кіретін еді. Ол кезде Wi-Fi деген нәрсе, мобильный данный деген нәрсе болмады. Ал қазір Wi-Fi, мобильный данный деген нәрселер пайда болды. Енді адамдар былай жасай алады. Интернетті үйіне тартқызады кабельді. Кабельдің бір жағын роутерға жалғайды. Бұл роутер Wi-Fi желілерін таратады. Жалпы Wi-Fi желілері арқылы бұл Wi-Fi деректерді тасымалдау үшін ғой. Деректер ретінде біз интернетті қараймыз, яғни интернетті тасымалдай алады. Wi-Fi қай жерге дейін тартады, сол жерге дейін интернетті тасымалдай алады. Значит, сонда екі түрлі нәрсе екенін біз түсіндік. Енді үшінші нәрсе бар, бұл WiMAX деген нәрсе. WiMAX деген нәрсе енді бірден ойлануға болады деп ойлаймын. Көшеде жүрген кезде, мысалы мобильный данный қосқан кезде біз интернетті қай жақтан аламыз? Үлкен аумақты қамтитын бізде WiMAX-тар ғой. Осы WiMAX 10 км аумақты сымсыз желімен қамтиды. Менің ойымша осы WiMAX арқылы интернет тасымалданады. Көшелерде осы Теле2 деген сияқты, Билайн деген сияқты әртүрлі компаниялар өздерінің жаңағыдай вышкаларын қойып қояды көшелерге. Сол көшелерінде осындай WiMAX аппараттары тұрады. Жалпы осы сымсыз желінің сіздерге 3 түрі таныс болды деп ойлаймын. Үшеуі де ақпарат тасымалдау үшін қолданылады. Енді мысалы Wi-Fi мен WiMAX-та мен интернет тасымалдайтынын айттым. Бірақ Bluetooth-да айтпадым. Бірақ неге Bluetooth-да интернет тасымалдай алады? Бірақ Bluetooth-да интернет тасымалдай алады. Мысалы, Apple Watch-ты сіз қолыңызға тағып алып, жүрген кезде сіздің Apple Watch-ыңызға ешқандай чип, басқа нәрсе салынбайды, бірақ ол интернетпен жұмыс жасап тұрады. Ол интернетті қай жақтан алады? Сіздің Apple Watch-ыңыз Bluetooth арқылы телефонға байланысады. Егер сіздің телефоныңызда интернет тартып тұрса, онда міндетті түрде Apple Watch-та да тартып тұрады. Сонда Apple Watch сіздің телефоныңыздан Bluetooth арқылы интернетті алады екен. Сабақ ұнады ма? Пайдасын тигізді ма? Егер пайдалы болған болса, онда арнаға міндетті түрде жазылып қой. Алдағы уақытта 6 сыныптың 2 бөлімін шығаратын боламыз. 2 бөлім бұдан да қызықты болады, себебі сыныптар өскен сайын сабақтар да қызықты бола береді. Сондықтан сабақты жіберіп алма. Сіздермен бірге болған Легасов, келесі кездескенше.